Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сары ірімшік пен тарыдан ерекше пирог жасаймыз. Дәмі ерекше, әрі тойымды пирог екен. Олай болса бастаймыз. Алдымен үгілмелі қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге ұн, қант, қопсытқыш, май, қаймақ және жұмыртқа керек. Алдымен сары майға ұнды, қантты және қопсытқышты қосып крошки жасап аламыз. Үстіне жұмыртқа мен қаймақты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырды пакетке салып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін жақсылап жуылған тарыға ыстық сүтті құйып 10 минутқа қалдырып қоямыз. Оған дейін сары ірімшікті тураймыз. Сары ірімшіктің жасалу жолы парақшада бар, оны описание бөлімінен көре аласыздар. Енді ыдысқа қаймақ, қант, жұмыртқа және тарыны қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауынша аздап сгущенка да қосуға болады. Енді қамырды формаға орналастырамыз. Одан кейін ірімшікті, сосын қаймақты массаны құямыз. Одан кейін 180 градуста 40 минутқа пешке қоямыз. Міне достар, пирогымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын.